Бүгін атаң менен апаң сeni үйленіп атат деп койкадан ең төріндегі орындыққа отырғызды. 80-дегі 75-дегі апалардан аталардан да билік қойды. Бірақ өздері қайда отырды? Ресторанның кіреберісінде ең четкі столда отырды. Ушу ел жесін, ушу ел батасын берсін, балам үшін, қызым үшін деп, мына апам менен апам ашып кетсін, бір сындырғынан менен бір чайчы бүгін тойда жүрді. Апам сыртқа шығып бұтын ошалап, ешнерсе болмаған ішіндей ішке келіп бейлеп жүрді. Ардақты меймандар, айтайын ата-енені көзі барында қадырлап, парықтап, бағалап біліп алыш керек екен. Ата-енең жер жүзінде басып жүргенде, мына ушул инсандардың батасын үйге келіп алып алыш керек екен. Ата-енең телефон çalып атқанда көріп, жұмыш ойынды қоя тұрып, мына ушул инсандардың ало, балам деген үнін ұғып алыш керек екен. Бір күн келет, балам, қайда жүрсең аман жүрші деп айта тұрған атаң жоқ болады. Балам, жақсы болсаң да, жаман болсаң да, сен үшін Алладан дуа қылам деп дуасын қыла тұрған апаң жоқ болады. Мына ошол күнде 2000 киши чакырып, 1000 жылқы сойып, 500 молдый тигип, Құран оқытқан бір тыйым болады. Демек, ушунча меймандын алдында жүрегіңде иманыңдың белгісі болсын. Жүгіріп келіп микрофонды жұлып алып, ато